Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Мерекелік дастарханымыздың сәні, дәмі ерекше. Биылғы жылдың хит салаты кереметтей юрта салатын әзірлейміз. Салатымыз өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен салатымызға қажетті заттарымызды пісіріп дайындап аламыз. Пісіріп дайындап алған жұмыртқамызды үкішіміздің үлкен жағынан бір келкі қылып әдемі өткізіп аламыз. Осылай жұмыртқаларымды өткізіп дайындап алдым. Екінші пісіріп дайындап алған картошкамызды да үкішіміздің үлкен жағынан бір келкі етіп өткізіп аламыз. Үшінші сәбізімізді теркомыздан үлкен жағынан өткіземіз. Салатымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай сәбіздерімізді де өткізіп алдық. Енді пісіріп дайындап алған қызылшамызды өткіземіз. Осылай қызылшамызды да өткізіп дайындап алдық. Енді сырымызды да үкіштің үлкен жағынан өткізіңіздер. Әдемі көрінеді сол кезде салатымыз. Осылай сырымызды да үкішіміздің үлкен жағынан өткізіп дайындап алдық. Енді пісіріп дайындап алған етімізді 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Міндетті түрде майда алып тураңыздар. Сонда салатымыз әдемі көрінеді. Осылай еттерімізді де турап алдық. Салатымызға қажетті заттар дайындап алдық. Бізге жұмыртқамыз қажет салатымызды дайындау үшін. Картошкамыз қажет, сәбізіміз, қызылшамыз және майонезіміз, горохымыз, етіміз және сырымыз қажет. Егер сіздерде майонездеріңіз шелектегі болса, осындай кондитерлік пакет болмаса да, үйдегі пакетке болсын салып, майонезімізді салып алдық пакетімізге. Пакетіміздің басын қайшымызбен сәл ғана қырқамыз. Енді салатымызды жинаймыз. Салатымызды жинау үшін бізге орта кесек қажет. Орта кесенің астына етімізді салып тегістейміз. Осылай түбіне қана салып етімізді тегістеп алдық. Үстіне майонезімізді қосамыз. Екінші сырымызды саламыз. Шетінен бастап сырымызды салғанда да әдемелеп салып тегістейміз. Осылай сырларымды алдым. Енді жақсылап тегістейміз. Неғұрлым тегістеп әдемі істесеңіздер, сол кезде салаттарыңыз әдемі көрінетін болады. Осылай тегістеп алдым. Енді майонезімізді жағамыз. Майонезімізді жағып, қасығымызбен барлық шетіне жағып шығамыз. Одан кейін горохымызды қосамыз. Бірінші шетінен бастап салып, барлық шетіне суын сырғытып барып салыңыздар горохтың. Осылай салып, енді тегістеп аламыз, бір келкі қып. Осылай горохымды да салып алдым. Үстіне майонезімізді жағамыз. Қасығымызбен түзулеп барлық шетіне жеткізіп жағамыз майонезімізді. Осылай горохтан кейін енді сәбізімізді саламыз. Барлық шетіне салып, тегістеп қасығымызбен. Осылай тегістеп. Енді үстіне мен шым-шым тұз қостым. Одан кейін майонезімізді жағып, барлық шетіне жағып аламыз. Егер сәбізімізді, картошкамызды қайнатқанда тұз қоссаңыздар, бұл кезде тұз қоспаңыздар. Енді картошкамызды да саламыз. Картошкамызды да салып, барлық шетіне тегістеп, шым-шым тұзымызды қосамыз. Майонезімізді барлық шетіне жағып аламыз. Осылай қасығымызбен түзулеп. Енді жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды да салып, үстіне шым-шым тұзымызды қосамыз. Енді майонезімізді барлық жеріне жағып, тегістеп аламыз. Осылай жағып, тегістеп алдым. Енді ең соңғы қызылшамызды барлық жеріне салып, тегістеп аламыз. Осылай
барлық шетіне жағып үстін баса отыра саламыз. Чым-чым тұзымызды және майонезімізді жағамыз. Майонезімізді де барлық шетіне жағылып кетпесін. Немесе тарелкамызға қазір әдемі болып көрінбей қалады. Осылай дұрыстап жағып алдық. Енді дастарханға ұсынатын тарелкамызды алып, салатымызды екінші бетіне аударамыз. Жайлап кесемізді көтереміз. Формамыз шықты. Салатымыз өте әдемі болып шығады. Осымен кереметтей юрта салатымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығы жанның көңілінен шығады. Келе жатқан жаңа жылға дайындасаңыздар, дастарханымыздың сәні әрі дәмі де ерекше. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Осы рецептпен описание бөліміне жазып қалдырғанмен тура осындай 2 тарелка салат шығады. Қош сау болыңыздар.